Қайырлы кеш көрермендер, қалайсыздар? Бүгінгі сағат 6 күнгі кешке видео. Бүгінгі видеоны біз тауықтарымыздың әдейі таңертеңнен кешке дейін туған жұмыртқаларына тиген жоқпын. Кешке сіздерге видеоға түсірейін деп әдейі қозғаған жоқпын. Сосын мынандай бір екі тетік тауып алдым. Ағаштардың арасынан ана қорадан. Бұларға ертең ішіне шөп салып қоям. Бұларға да үйшік жасап қоям. Бүгін сол сіздерге видео түсірейін деп, жұмыртқа жинейін деп, қорадағы бүгінгі тауықтарымыз қанша жұмыртқа туды, сол жөнінде видеоға түсірейін деп жатыр. Көбі айтады, тауықтарыңыз неше жұмыртқа туады күнде деп. Енді әр тауық әрқалай ғой, күнде. Именно бүгін біздер жұмыртқаны алған жоқпын, үйдегілер үйде алдыртқан жоқпын. Сіздерге видеоға түсірейік деп, басынан бастайық. Мына жақта. Мына жақта екі жұмыртқа жатыр. Жұмыртқалар үлкендеу. Сіздерге бүгін видеоға түсірейік деп, қазір сағат дейтін кідетті. Қазір ыңғайлы жерге қоя қойын. Жерге сағат кідетті бір 6:30. Мына тауығымыз жатыр. Ол басайын деп жатыр ма, жұмыртқа туайын деп жатыр ма, оны білмедік. Бүгін селойден осында қонатын болса, ол тауықтың астына жұмыртқа саламыз. Мінекей. Мынандай сары, қықты қандай балдар 12 несі жұмыртқа есебінде қойып қойған болатын. Бір-екеу бар еді. Мұнда екі жұмыртқа жатыр. Бисмилlah. Машалла. Мынаны қараңызшы. Әділер әтешіміз мынаны дейтін кәдімгідей чорт қылып жүр. Былай айтқанда. Машалла. Қараңыздар. Тут жұмыртқа жатыр маңғияда. Бүгін біздер дейтін инкубатор жөнінде видео түсірген болатын. Ол видеоны алдағы уақытта көресіздер. Мұнда төсік қызып тұр. Мұнда чөті басқысы кеу жүрген тауық сияқты. Құрқылдап атқан жоқ бірақ. Астында екі жұмыртқа жатыр екен. Алып алайық. Сол манаға инкубатор жөнінде видео түсірген болатын. Инкубаторда жасадым деп біреулер жазып жатыр. Аға көрсетесіз ба деп. Келесі видеоны соған инкубатор жөнінде арнайтын болам. Оны да негізінде біздер дейтін. Мен өзім басым инкубатордан шыққан балапандарға көп не емеспін. Манағыдай. Инкубатордан шыққан балапандар көп асырағым келмейді, олар слабый болады. Мен өзім асырап тұрып алғасын ба, әкеші. Мысалы, мұнда домашний тауық өзі басып шығарған. Өзі басып шығарса, ол қасына ертіп жүреді. Өсіп кеткенше қасына ертіп, мысалы, манағыдай қасына жүріп, былай алып шығып, шөпке жайып жүреді, бәрін үйретеді. Ал мысалы, оны инкубатордан шығарғасын, ол балапаның әке-шешесі өзің болып есептелесің. Оған бәрін үйретесің, манағыдай үйреткенде. Енді тамақ жегенде өздері жейді, бірақ далаға жайып жүресің. Оны қарап қоясың, брудер жасайсың. Оны мыналар жеп қоймау керек, мысалы, мынау. Жеп қоймай деппін ғой. Мыналар оған тимеу керек, мысалы, мыналардың арасын қосып жіберсек, мыналар талап өлтіріп тастайды. Мысалы, шешесі қасында жүрсе, оған тескізбей шаң жуылтпайды. Солай, сол себепті енді көреміз. Мына браманың жүндері дейтін түсіп жатыр. Енді даладағы қорадағы жұмыртқаларды санайық. Мұның ішінде мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жұмыртқа бүгіндікке. 10 жұмыртқа.
мынандай қылып шағын рамаларды бөлек қойған болатынбыз. Бұларға да үйшік жасап қойдық былай. Міне жұмыртқа жатыр. Жерге туып тастапты ғой. Күте алмай, бір-бірін күте алмай. Осылай тауықтар үйшік жасап қоясың, бірақ жерге туып тастайды. Көріп тұрғандарыңыздай, ананың ішіне соқпа екен. Ананың ішіне әлі кірмепті ғой. Осы бұлардың жұмыртқалары дейтін жұрттар сұрап жатыр, бірақ мен кеше көбін дейтін манағыдай неге салып тастаған болатын. Инкубаторға салып тастадым. Сосын кеше біреуден алып келген болатын. Сосын тағы да қазақи менжекілең брамы. Мен ананың ішінде менің жұмыртқаларымның көбі қазақи салдым. Қазақи жұмыртқалар салдым. Манағыдай көбі брамы асырай алмаймыз дейді. Сол себепті қазақиға сатасыз ба деп жұрттар сұрағаннан кейін қазақи тауық асырап жатырмын. Көргендеріңізде әзірге осы бүгіндікке 14 жұмыртқа. Бұларға 2 мезгіл жылы су берем, таңертең. Сосын обедке жақын берем, где-то таңертең 10-дарда жылы су берсем, 3-терде қайтадан суын ауыстырам, жылы су берем. Жылы су бұлардың бойлары жылы жүреді. Сол себепті жылы су берем. Мен қазір бидей беріп жатырмын. Бұларға пока сосын үйден шыққан жемдерді берем. Инкубатор жөнінде сұрайтын болсаңыздар, оларға ертең, алла бұйыртса, ертең үйдің ішінде тұр ол дейтін. Үйдің ішінде видеоға түсіретін боламын, оларға бөлек. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар.